Бүгінгі видеода инфаркт кезінде науқасқа қалай көмектесу керек және инфаркт туралы айтатын боламын. Бәріне сәлем, құрметті алтын достарым. Бүгінгі видеода өте пайдалы, өте маңызды, өте керек ақпараттар айтылады. Сондықтан да каналыма тіркеліп алыңыз, лайк басып және де чаттарға таратып достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Олар да инфаркт туралы біле жүрсін. Инфаркт неден пайда болады? Жүрек бұлшықетін қоректендіріп тұратын артериялардың ішінде біреуінің саналауы не тарылады, не мүлде бітеліп қалады екен. Сондықтан оның бұл қоректен құр қалған жері жұмсарады да, бірте-бірте бұлшықеттің жиырылу қабілетін тежейтін тыртық пайда болады. Жүректің осындай зақымдануын инфаркт деп атайды. Миокард инфарктінің пайда болуындағы негізгі себептердің бірі атеросклероз. Мұнымен ауырғанда артериялардың қабырғаларына май сияқты зат холестерин, одан әрі тағы кальций тұздары жиналып қалады екен. Тамырлар қатаяды, тарылады, бір қалыпты серпімділігінен айырылады. Атеросклероздың тұз түскен жерлерінде көбінесе жара пайда болады. Қан қоюланады. Ұйыған қан, яғни тромбылар тамырларды бітеп тастайды да, жүрек бұлшықетін қанмен қамтамасыз ету нашарлайды. Бұл ауру қатты ашу, ыза кернегенде, қорыққанда, қалжырап дірілдегенде, шаршағанда және де басқа стресстардың әсерінен артериялар едәуір тарылғанда тап береді. Басты белгілері қандай? Бұл аурудың ең басты белгісі науқастың сол жақ кеудесі, яғни жүрек тұсы үнемі ауырады. Ауырған кезде адамдарда қорқыныш пайда болады. Бұдан да басқа белгілерінен анықтауға болады. Адамға ауа жетпеген кезде дәрі арқылы ғана өзін жақсы сезінеді. Екінші, аяқ-қол үнемі суық болып жүреді. Қан қысымы жиі соғады. Асқазаны ауырып жиі құсады. Тұрған кезде тепе-теңдігін жоғалтады. Инсульт белгілері байқалады. Инфарктке шалдыққан кезде не істеу керек? Егер жаныңыздағы адамның инфаркт белгілерін байқасаңыз, төмендегідей әрекет жасау керек. Науқасты жартылай отырғызу керек. Жедел жәрдем шақыртыңыз. Денесін қысатын киімдерді шешіңіз. Терезелерді ашып қою керек. Қан қысымын өлшеңіз. Егер жоғары болса, нитроглицеринді тілінің астына салыңыз. Бұдан жақсы болмай жатса, 3 таблеткаға дейін беруге болады. Одан артық беруге болмайды. Науқас үшін қауіпті. Аспирин таблеткасын ұнтақтап беру керек екен. Егер жоғары қан қысымы 110 мм төмен болса, ешқандай дәрі берудің қажеті жоқ. Науқасты тыныштандыруға тырысыңыз. Дәрігерге науқас қай уақыттан бастап ауырғанын, қалай әрекет еткенін бәрін толық айтып беріңіз. Инфарктты қалай алдын алуға болады? Инфарктке жасы 50-ден асқан адамдар жиі шалдығады. Темекіге әуестік, алкогольге тәуелділік осы дерттің басты факторы болып есептеледі. Соны ұмытпау керек. Сондай-ақ артық салмақ, жоғары қан қысым, дұрыс тамақтанбау, артық қимыл жасамай, бір орында көп отыру адамды инфарктке шалдықтырады екен. Бір қалыпты заттар алмасу бұзылса, холестерині мол азық-түлікті, жұмыртқаның сарыуызын, майды, етті, ет пен балықтың майлы өнімдерін, бауырды, мал майларын жемеген дұрыс, тежей тұрған дұрыс уақытша. Сонымен қатар сорпа, кофе, қою, шай сияқтылардан аулақ болған жөн. Сүттен, көкөністен даярланған тамақтар мен С витамині мол сусындар өте пайдалы. Инфаркт ауруынан жазылған адамдар 3-4 айдан кейін бұрынғы жұмыстарына оралады. Бірақ ауыр күш түсірмейтін, жүйке шаршатпайтын қызметте болғаны дұрыс. Ал достар, видео аяқталып қалды. Қандай ауру болмасын, бірінші алдын алғаны дұрыс, сосын тексеріліп тұрғаны дұрыс. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп, сосын қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мені видеомды сол кезде бірінші болып көресіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, бай қуатты болайық достар.